Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода еті жұмсақ, дәмі керемет болып шығатын қытырлақ наггетстердің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоларымды жоғалтпас үшін каналыма тіркеліп, және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керегі тауық филесі. Тауық филесін жұқа етіп турау қажет. Қалың қылып турасақ, майда іші піспей қалуы мүмкін. Сол себепті жұқалығы видеодағыдай болатындай турау қажет. Және де тауық филесін өзіңізге керекті формада турасаңыз болады. Мен осылай үлкендеу қылып, бірақ жұқа етіп турап шықтым. Және де тауықтың артық майларын алып тастаймыз. Тауықтың өлшеміне қарай 150-200 грамм ұн алып, оған тұз, паприка, қызыл бұрыш және қара бұрыш салып, араластырып шықтым. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жарты бөлігін басқа бір ыдысқа саламыз. Осы жарты бөліктен біз сұйық қамыр дайындаймыз. Ол үшін жақсылап араластырған жұмыртқамызды саламыз және де 1 стакан су құйып араластырамыз. Видеодағыдай сұйық қамыр шыққанға дейін су құямыз. Міне біздің сұйық қамырымыз дайын. Енді туралған тауық филемізді саламыз. Шұңғыл табамызға немесе қазанымызға сұйық май құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Сұйық қамырымыздағы тауығымызды алып, қалған ұнымызға салып аунатып аламыз. Одан кейін қызып тұрған табамызға салып, жақсылап қуырып аламыз. Тауығымыздың екі жағы қызарып пісу үшін тауықты аунатып тұру қажет.
Тауықтың еті піскенге дейін қуырып аламыз. Мен шамамен 5 минуттай қуырдым, және де біздің наггетсы дайын. Еті жұмсақ, дәмі керемет болып шығатын қытырлақ наггетсыларымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге сәттілік. Видеоларыма қолдау ретінде лайк басып және де каналыма тіркеліп қойыңыздар. Менің каналымда әр 2 күн сайын жаңа видео рецепт шығады. Сіздерге хабарлама келу үшін астындағы колокольчикті басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.